Сегізінші дәріс бізде балық және балық өнімдерін консервілеудің теориялық негіздері деп аталады. Бұнда бірінші балық өніміне тоқтала кетсек, балық дегеніміз жоғары тағамдық құндылығы бар, тез бұзылатын өнімдердің бірі. Оның құрамында толық құнды ақуыздар, қанықпаған май қышқылдары, дәрумендер мен минералды мол болғандықтан микроорганизмдердің дамуына қолайлы орта болып табылады. Сондықтан балықты ұзақ уақыт сақтау үшін консервілеу әдістері кеңінен қолданылады. Консервілеудің теориялық негізі өнімдегі биохимиялық, микробиологиялық және физика-химиялық процестерді басқару арқылы оның бұзылуын тежеу немесе толық тоқтату. Консервілеу процесінің басты мақсаты микроорганизмдердің тіршілік әрекетін жою немесе бәсеңдету, ферментативтік процестерді тоқтату және өнімнің сапасын, тағамдық құндылығын мүмкіндігінше сақтау. Бұл мақсатқа жету үшін әртүрлі әдістер қолданылады. Олардың ішінде жылумен өңдеу, стерилизация және пастеризация, төмен температурамен өңдеу, салқындату, мұздату, су белсенділігін төмендету, бұған кептіру және тұздау жатады. Химиялық әдістер маринадтау, сондай-ақ герметикалық қаптау маңызды рөл атқарады. Балық өнімдерін консервілеуде микробиологиялық фактор ерекше маңызға ие. Балықта бактериялар, зеңдер және аштықлар тез дамиды. Балық өнімдерін консервілеуде микробиологиялық фактор ерекше маңызға ие. Балықта бактериялар, зеңдер және аштықлар тез дамиды. Әсіресе ылғалдылығы жоғары және температура қолайлы жағдайда. Патогенді микроорганизмдер, соның ішінде анаэробты бактериялар қауіпті болып табылады. Сондықтан консервілеу кезінде өнімнің қауіпсіздігі қамтамасыз ету үшін жоғары температурада өңдеу және герметикалық жабу міндетті түрде сақталады. Стерилизация процесі кезінде 100 градустан жоғары температурада барлық микроорганизмдер мен олардың споралар жойылады. Нәтижесінде өнім ұзақ уақыт сақталады. Ал пастеризация кезінде тек вегетативті формалар жойылады, споралар сақталуы мүмкін, сондықтан мұндай өнімдердің сақтау мерзімі шектеулі болады. Консервілеу теориясында су белсенділігі маңызды көрсеткіштердің бірі болып табылады. Су белсенділігі дегеніміз микроорганизмдердің өсуіне қол жетімді бос судың мөлшерін сипаттайды. Су белсенділігі жоғары болған сайын микроорганизмдер тез көбейеді. Осыған байланысты кептіру, тұздау және қант қосу арқылы өнімдегі судың белсенділігі төмендетіледі. Бұл микробиологиялық процестерді тежейді. Сонымен қатар өнімнің қышқылдылығы, яғни pH деңгейі де үлкен рөл атқарады. Қышқыл ортада көптеген патогенді микроорганизмдердің дамуы баяулайды немесе тоқтайды. Сондықтан маринадтау және ашыту әдістері де кеңінен қолданылады. Температуралық фактор консервілеуде шешуші мәнге ие. Жоғары температура микроорганизмдерді жояды, ал төмен температура олардың дамуын баяулатады. Мұздату кезінде микроорганизмдер толық жойылмайды, бірақ олардың белсенділігі тоқтайды. Сонымен қатар ферментативтік реакцияларда баяулайды. Бұл өнімнің сапасын сақтауға мүмкіндік береді. Дегенмен мұздатылған өнімдерді сақтау кезінде температураның тұрақтылығы маңызды. Себебі қайта мұздату сапаның төмендеуіне әкеледі. Консервілеудің тағы бір маңызды элементі герметикалық қаптау. Герметикалық жабылған ыдыстар, металл банкілер, шыны ыдыстар сыртқы ортадан микроорганизмдердің қайта түсуін болдырмайды. Сонымен қатар бұндай қаптама өнімді тасымалдауға және ұзақ уақыт сақтауға мүмкіндік береді. Консерв өндірісінде жылумен өңдеу мен герметикалық қаптау бірге қолданылып, өнімнің микробиологиялық тұрақтылығы қамтамасыз етіледі. Балық және балық өнімдерін консервілеудің теориялық негіздері бұл өнімнің бұзылуына әсер ететін факторларды басқаруға бағытталған ғылыми жүйе. Дұрыс ұйымдастырылған консервілеу технологиясы өнімнің ұзақ сақталуын, қауіпсіздігін және жоғары тағамдық құндылығын қамтамасыз етеді. Назарларыңызға рахмет.